Сәлеметсіздер ме оқушылар, 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жол белгілерінің қажеттілігі деп аталады. Оқу мақсаты: оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу, сын есімдердің мағыналық ерекшелігін тану, сапалық және қатыстық сын есімдер. Жол белгілерінің дұрыс жүйесі біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда ежелгі Римде жасалды. Кейін мұндай белгі әлемнің елдеріне түгел тарай бастады. Оған бірте-бірте елді мекен атаулары мен олардың арақашықтығы қосылып көрсетілетін болды. Қала тұрғындары көбейген сайын олардың жүріп тұруы қиындай бастады. Серуен саяхат аумағы кеңейді. Ат арбамен, күймемен жүрудің өзі де күрделене бастады. Кейін көліктің түрі де саны да көбейді. Жүріс-тұрыс қиындай түсті. Соған орай жолда жүру ережелерінің талаптары да өзгеріп қатаңдана берді. Біздің елде алғашқы жол ережелері 1931 жылы Алматы қаласында қабылданды. Ой түрткі сұрақтары. Оқушылар, мына сұрақтарға орысша жауап береміз. Ең алғашқы жол белгілерінің дұрыс жүйесі қай ғасырда жасалды? Біздің елде алғашқы жол ережелері қашан қабылданды? Жол белгілері не үшін қажет? Бүгінгі біздің тілдік бағдарымыз сын есімнің мағыналық түрлері. Сын есімнің мағыналық түрлері екіге бөлінеді: сапалық сын есім және қатыстық сын есім. Сапалық сын есімдер негізгі түбір сын есімнің өзінен болып, мағынасы жағынан заттың әр алуан сыр сипатын тікелей анықтайтын сөздер болып табылады. Түрі мен түсін анықтайтын сөздер: ақ, көк, қара, қызыл, сұр. Мысалы, көк аспанда ақ көгершін қалықтап жүр. Бұл сөйлемде ақ, көк сапалық сын есімдер. Сыры мен сапасын анықтайтын сөздер: жақсы, жаман. Мысалы, біз сабақта жақсы және жаман істер туралы талқыладық. Жақсы, жаман сапалық сын есімдер. Көлемі мен салмағын анықтайтын сөздер: үлкен, кіші, ауыр, жеңіл, тағда басқа. Мысалы, кіші інісі үлкен ағасын тыңдап тұр. Бұл сөйлемде кіші, үлкен сапалық сын есімдер. Дәмі мен иісін және басқа да қасиет белгілерін анықтайтын сөздер: ащы, тәтті. Мысалы, ащы бұрыш астың дәмін келтіреді. Ащы сапалық сын есім. Қатыстық сын есімдер дегеніміз заттың белгісін, сыр сипатын басқа бір заттың немесе іс-амалдың қатысы арқылы білдіретін сөздер. Қатыстық сын есімдер екі түрлі жолмен жасалады: есім сөздерге жұрнақтар жалғану арқылы, етістікке жұрнақ жалғану арқылы. Қатыстық сын есім жасайтын жұрнақтар: бірінші, есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтар: л, л, д, д, т, т, с, сіз, ғ, г, қ, к, лық, лік, дық, дік, тық, тік, шыл, шіл, дай, дей, тай, тей, қой, қор, пас, кер, гер, и, э. Мысалы, ұлы, қадірлі, ақылды, білімді, ардақты, көрікті. Яғни оқушылар, есім сөздерге осы жұрнақтар жалғану арқылы қатыстық сын есімдер жасалынады. Мысалы, ұлы Абайдың қара сөздері тағылымға толы. Бұл жерде ұлы сөзі қатыстық сын есім болып тұр. Қадірлі қонақтарға дастархан жайылды. Бұл сөйлемде қадірлі қатыстық сын есім. Ардақты әке балаға қамқоршы. Ардақты қатыстық сын есім. Екінші қатыстық сын есімдердің жасалу жолы етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар арқылы жасалынады екен. Ғақ, гек, қақ, кек, ақ, ек, ық, ік, қ, к, ғыш, гіш, қыр, кір, шақ, шек, ынды, інді, ынды, інді, малы, мелі, палы, пелі, балы, белі, ымды, імді, үмді, үмді, аған, еген, улы, улі, маме, бабе, папе, ыңқы, інкі, ыңқы, інкі,
Міне осы жұрнақтар жалғану арқылы қатыстық сын есімдер жасалынады. Мысалы, қысты күні жолда қатқақ болады. Бұл сөзде қатқақ қатыстық сын есім. Үркек ат далаға қарай қашты. Үркек қатыстық сын есім. Ендеше оқушылар, сын есімдер құрамына және мағынасына қарай жіктелінеді екен. Құрамына қарай дара күрделі, мағынасына қарай сапалық және қатыстық болып бөлінеді. Оқулығымызды ашамыз, 118 бетіндегі 7 тапсырмаға назар аударамыз. Мәтін беріліп тұр. Мәтінді барлығымыз мұқият оқып шығып, мәтіннен сапалық және қатыстық сын есімдерді теріп дәптерімізге жазамыз. Келесі тапсырма семантикалық карта. Сын есімдер берілген. Міне осы сын есімдерді негізгі туынды, дара күрделі, сапалық, қатыстық түрлеріне ажыратып орындаймыз. Осымен сабағымыз тәмамдалды. Сау болыңыздар.